Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді әрі пайдалы салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге піскен қызылша қажет болады. Қызылшамыздың қабығынан аршып, оны ұсақтап тураймыз. Алманы да қабығынан аршып, оны да ұсақтап тураймыз. Содан кейін жүгері қосамыз. Және жуылған мейізімізді де қосамыз. Мейіздің артықшылығы оның құрамында көптеген дәрумендер кездеседі. А тобының, В тобының, Е тобының дәрумендері көп мөлшерде кездеседі. Және мейіздің тағы бір ерекшелігі, ол қандағы темір деңгейін жоғарылатады. Анемиямен ауыратын адамдар үшін мейізді үнемі жеп тұру қажет. Дәміне қарай тұз себеміз. Қалауыңыз бойынша сарымсақ қоссаңыз болады. Және де қаймақ немесе майонез қосып салатымызды араластырамыз. Біздің дәрумендерге бай және әрі тез дайын болатын салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.